Біздің топ Stars, яғни қол сенімді, нақты, өзекті. Біздің ұран ағылшынның ұлы ағартушысы Уотсон сөзі. Жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ой мұғалім шабыттандырады. жалпы оқу үдерісінде сіздер білесіздер, білім алу жолын біз ынталы, қызығушылығы жоғары, өзге сенімді тұлғаны қалыптастыру керекпіз. Сол тұлғаны оқушы бойына сіңіру үшін, қалыптастыру үшін біз мұғалімдер әртүрлі тәсілдерді қолданамыз. Соның сол идеялардың ішінде біздер Кимбей Джексонның оқушыларға тиімділігі, бұл жерде оқушы шынайы әлеммен қарым-қатынаста болу. Яғни видеода көрсетілгендей, жаңа тестілеу сабағында біз қазір 4-ші сыныпта жеке жүйесін көріп отырмыз. Өтті. Жеке жүйесінде видео құрылысы. Яғни видео құрылысын оқушылар қалай көреді? Оқушылар кітапта танысады, одан кейін Кимбей Джексон арқылы шынайы 3D эффект арқылы ешқандай визуалды микроскопсыз көреді. Бұл жерде көрнекті оқушы модельдейді, визуалды шоуларда объективті көрсету арқылы оқуға қызықтырады. Яғни оқушылар нәтижесінде тақырыптың мазмұнын түсінеді, жүйелі ой айтып түсінуге ынталанады. Бұл жерде оқушылардың ынтымақтастық аясы кеңейеді, өз ісіне коммуникатив дағдылары қалыптасады және өз бетінше білім алуға ынтасы артады. Енді ең ойлап тапқан бұл жерде ақылды үй. Қазір заман бойынша ақылды үйге көп салып жатыр. Ол адамның өміріне ыңғайлы болады. Енді біздің ақылды үйіміз бұл жерде оқушылардың сабақ мақсатына ойлау дағдыларын деңгейін бағамдау арқылы жоғары қабатта жетістікке жеткіземіз. Бұл жерде оқушы қалай тапсырманы орындаған кезде үйдің жарығы жанады. Бұл жерде бұл үйдің төменгі жақтағы оның таксономиясына сүйене отырсақ, білім түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау. Әр қабатқа жету үшін оқушылар дәлелдеу арқылы тапсырманы орындайды. Мысалы, сабақтың басында біз үй тапсырманы тексеріп алсақ, төменгі қабаттан бастаймыз. Одан кейін жаңа сабақты бастау үшін біз қолданамыз. Ары қарай талдау үшін тапсырмаларды орындаймыз. Одан кейін жетістікке жету үшін жинақтаймыз. Жинақтағаннан кейін біз мұғалім не істеп бағалайды, яғни қорытынды шығарады. Бұл жерде сабақ тәсілі тежеледі, яғни оқушының деңгейі біз қабат арқылы біз не істейміз білеміз. Осы қабат арқылы қай деңгейде тұрып, қай жерде тоқтап қалады, сол арқылы біз болашақта жоғарғы қабатқа жету үшін жұмыс жасаймыз. Қыздар, сұлу қыздар, аққу мойын ару қыздар, қыздар, сұлу қыздар. Бақыт нұрға бөленгенде саналуы